тіркеле кетіңіздер. Өзімізге деген сенімді жоғалту арқылы көп қиыншылыққа тап болуымыз мүмкін. Бұл қиыншылықтар сабақтан, жұмыстан, тіпті достармен бірге өткізген қызықты сәттерден ләззат алуға кедергі жасайды. Осындай жағдайға тап болмас үшін өзіңізге сенімділікті қайтарудың жолдарын іздеңіз. Алғашқы қадамды төмендегі қанатты сөздерді оқудан бастауыңызға болады. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес, бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау сіздің парызыңыз. Өзгелердің пікірі сіз үшін шындыққа айналмауы тиіс. Жаратқанға сенім секілді, өзіңізге деген сенімде көп ғажайыптар жасай алады. Күмәнді шындықтан нанатын өтірік артық. Ұлы шешімнің бастамасы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге де сеніммен қарауға көмектеседі. Өзіне артық жүк арқалайтын адам көп іс тындырады. Тапсырманы емес, оның шешімін көбірек ойлаңыз. Өзіңіздің бірегей екеніңізді мойындаған кезде өзгелердің бұл ойыңызбен келіспеске амалы болмайды. Өзіңізге деген көзқарасыңыз өзгелердің пікірін өзгертеді. Еш уақытта үнсіз қалмаңыз, құрбанның ролын сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмағаны жөн. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Адамның ойы ұшқыр болатындықтан санаңызды ұлы ойлармен қоректендіріңіз. Өмірдің сізден не күтетіні туралы сұрамаңыз. Тек тірі жүру үшін ненің көмектесетінін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз, өйткені әлемге өмірге құштар адамдар керек. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Бұл өмірде сіз махаббатқа лайықсыз. Каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.